Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қыз жігітке бірінші болып жазғаны дұрыс па? Қыз жігітке алғашқы болып жазуы алдында қатты қиналады. Өйткені қарым-қатынасты жігіт бастау керек деген пікір бар. Бірақ жігіт өзі бірінші болып SMS жазуға, телефон соғуға, кездесуге шақырмаса не істеу керек? Неге жігіт жазбай жатыр? Оның хат алмасу уақыты жоқ. Жігіт қызға 1-2 күн әдейі жазбайды. Оның реакциясын тексергісі келеді. Жігіттің қызға қызығушылығы жоқ. Сондықтан қарым-қатынасты ары қарай жалғастырғысы келмейді. Қыз жігітке бірінші болып жазуы дұрыс па? Егер жігіт алғашқы күндерді ешқандай әрекет көрсетпесе, қыз бірінші болып жазайын ба деген сұраққа келеді. Бірақ мұндай әрекетке көптеген жағдайда қыздың ар-намысы ұяты жібере бермейді. Ыңғайсыз жағдайда тап болудан қорқады. Неліктен жігіт өзі жазбайды? Бұл сұраққа әртүрлі жауаптар бар. Жігіт ұялшақ, қыздың алдында күлкіге қалғысы келмейді, немесе өз-өзіне деген сенімдігі төмен болуы мүмкін. Жігітпен айырылысып кеткен жағдайда, жігітімен айырылысып кеткен соң, кейбір қыздар қарым-қатынасты қайта туралағысы келеді. Егер бұрынғы жігіттің көп уақыт бойы өзі туралы хабар бермесе, бұл жігіт қарым-қатынасты тоқтатып нүкте қойды. Жігіт қызына ренжіп кешірім сұрағанын күтуде. Ер адам қыздың оған бұрынғыдай сезімі жоқ деп ойлайды. Жігіт басқа қызға ғашық болып, сіз туралы ұмытып кетті. Сіз бұрынғы жігітіңіздің басқа біреумен қарым-қатынасы жоқ екенін нақты білсеңіз, оған бірінші болып жазуды болады. Бәлкім жігіт сізбен хабар күтіп жүрген болар, бірақ жазуданға батыл бармай жүрген шығар. Егер солай болса, ол сізбен үлкен қуанышпен әңгімені жалғастырып, жігітпен татуласуыңыз мүмкін. Қорытынды: егер қыз жігітке ұнаса, ол міндетті түрде онымен хабарласуға уақыт табады, амал да табады. Жігіт ешқандай әрекет жасамаса, сіз оны қызықтырмадыңыз. бұл жерде қорқынышты ешнәрсе жоқ. Барлық адамдар бір-біріне сәйкес келе бермейді. Әркім таңдау құқығына ие. Басыңызды түсірмеңіз. Сіз міндетті түрде өз махаббатыңызды табасыз. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.